Қайырлы күн, қалайсыздар? Құрметті оқырмандарым, TikTokқа видео салмағалы біраз болып қалды. Бұл видео босанбай атып, шөптің сезонында түсірілген видео. Енді бағалап кетіңіздер. Осылай жолдасым өзі гравілдеп, пресс етті шөпті. Мен өзім малға қарап, үйге барып кеп, екі ортада су тасып, қызымыз екеуміз солай зарулем болып жүрдік. Бұл кезде 39 апта болатын, ішімдегі балама. Босанатын уақытым жақындап қалған. Ары-бері қыбыр-қыбыр, жыбыр-жыбыр, ертірақ босанайын деген оймен ғой, енді қимылдаған әрекеттеріміздің бәрі. Сонымен жолдасым мен атам өздері пресс деген шөпті екеуі артып, екеуі түсіріп өздері жинады. Енді аз болғаннан кейін өзімізден артылатын жұмыс емес деп.